Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі көңіл күйіміз жақсы болса, сауат ашу негіздері оқу қызметін бастаймыз. Бүгін біз мен үлгілі баламын Р әрпімен танысатын боламыз. Мақсаты балаларға өткен сабақты еске түсіре отырып, Р дыбысымен және әрпімен таныстыру. Дидактикалық материалдар арқылы Р дыбысы бар сөздер ойлауға, сөйлем құрауға үйрету. Сөздік қорларын байыту, ой өрісін, танымын, шығармашылық қабілеттерін дамыту, ұқыптылыққа, жылдамдыққа тәрбиелеу. Қара достым жан жаққа, дайынсың ба сабаққа, орнында ма қараңдар, кітап, дәптер, қаламдар. Балалар, енді келесі бейнероликке назар аударайық. Р дыбысының әріпімен таныс болыңдар. Мынау жазбаша түрі. Рдың бас әріпі көлбеу сызық, ілгекше және қалпақшадан тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай түзу көлбеу сызықты түсір. Астыңғы сызыққа жетпей, солға қарай астыңғы сызыққа тигізе доға ілгекше жаса. Енді көлбеу сызықтың сол жағынан ала, оңға қарай доға тәрізді қалпақ кигіземіз. Ердің кіші әріпі көлбеу сызық, басы бар ілгекшеден тұрады. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін түзу көлбеу сызық жүргіземіз. Енді оның басталған тұсынан сәл төмен қаламыңды қойып, жоғарғы сызыққа тигізе доға жасап, астыңғы сызыққа тигізе ілгек саламыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге Р әрпін жазуды үйрен. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ойын ойнап алайық. Алма деген сөзде бірінші қай дыбыс естіліп тұр? А дыбысы естіліп тұр. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Телефон деген кезде қай дыбыс естіліп тұр? Т дыбысы естіліп тұр. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді шана деген сөзде бірінші қай дыбыс естіліп тұр? Өздерің тауып көріңдер. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Балалар, келесі бейнероликке назар аударайық. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Бұл кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар, мұқият зер салып қараңыздар. 1, 2, 3. Р әрпі. Р әріпі. Раушан гүл. Раушан гүл. Арба. Арба. Қарға. Қарға. Қырғауыл. Қырғауыл. Ара. Ара. Арқар. Арқар. Сиқыршы. Сиқыршы. Ара. Ара. Радио. Радио. Балалар, әліппе дәптерімізді ашып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл суретте не болып жатыр деп ойлайсыңдар. Сөйлем құраңдар. Суретте неше бала? Санды көрсет. Балалар, Р дыбысы үнді дауыссыз дыбыс.
көк текшемен белгілейміз. Р дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Р әрпімен таныс бол. Неге ұқсайды? Жарайсыңдар балалар. 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Р әрпі тағы қай затқа ұқсайды? Р жылқышының құрығындай тіп-тіке тұруы оңай. Жарайсыңдар балалар. 5-ші тапсырмаға қарайық балалар. Домино тастар мен қыстырғыштардан Р әрпін құрастыр. Балалар, жұмыстарыңды аяқтаған соң маған көрсетіңдер. Балалар, шаршаған болсақ, сергіту жаттығуын жасап алайық. Биік болып өсеміз, жапырақтай жайқала, табиғатты сүйеміз, денемізді түгістап, билеп аламыз. Келесі дәптермен жұмыс. Балалар, Р дыбысының берілген баспа түрін үзік сызықтарды бастыра отырып, ұқыпты, таза етіп жазып шығамыз. Келесі тапсырма. Асқарға оқу құралдарын сөмкесіне салуға көмектес. Сөмкеге қажетті заттарды сызық арқылы қосамыз. Қай заттар сөмкеге салынбай қалды? О, рахмет балалар, бұл кімнің сөзі деп ойлайсыңдар? Суреттегі зат атауларынан Р дыбысын ізде. Ермексаз түстерінің қайсында Р дыбысы бар? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгін қандай әріппен таныстық? Р дыбысын қандай текшемен белгілейміз екен? Р әрпі дауыссыз дыбыс. Барлық әріп бағалы, айтып әділ бағалы. Әріпсіз сөз болмайды, буын онсыз болмайды. Адам барлығы әріпті ардақтайды, қолдайды. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Егер бүгінгі сабақтар сендерге ұнаған болса, мына төмендегі смайликті белгілеңдер.